Жуырда Астанада Нұра деген атпен тағы бір аудан пайда болады. Жаңа аудан аппаратын құру үшін жергілікті бюджеттен шамамен 390 миллион теңге жұмсалайын деп отыр. Ал жалпы су жаңа ауданды бастан аяқ жабдықтауға қанша сома жұмсалатындығы әзірге ешкім жағы ашығып айтпады. Республикалық ономастика комиссиясы Астана қаласында жаңадан құрылған аудан мен көшелерге берілетін атауларды бекітті. Олардың арасында ерлікпен қаза тапқан өрт сөндіруші Асқар Забикулиннің де есімі бар. Естеріңізде болса, марқұм өз өмірін бәйгеге тігіп, қызыл жалында қалған 3 адамды құтқарған еді. Ал жалпы жаңа ауданның шекарасы 19.336 гектарды құрайды. Аумағы қаланың батыс бөлігіндегі Есіл өзенінің бойымен шығысқа қарай Қабанбай Батыр даңғылына дейін, одан әрі Қабанбай Батыр даңғылының Тақсандар жағы мен Қарқаралы тас жолының бойымен оңтүстік шекараға дейін белгіленген. Есіл ауданы екіге бөліп жатырмыз ғой. Бір жағында Есіл, бір жағында Нұра болса деген ұсынысқа тоқталдық. Одан кейін Нұра деген аттың өзі қысқа нұсқа ғой, яғни айтылуға оңай. Мәслихаттың сессиясы болды, сол сессияда бекітіп, депутаттармен бұған дейін талқылағанбыз, сондықтан да бұл жерде мәселе болады деп ойламаймын.